Қазалаудан төтенше жағдайлар бөлімі аудандағы өрт қауіпсіздігінің алдын алу акциясын өткізді. Атамекен кәсіпкерлік палатасында жергілікті кәсіпкерлерге өрт қауіпсіздігін сақтау мақсатында Қазалаудан төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Алтынбек Қалиев үгіт-насихат жүргізді. Департамент бастығы қауіпсіз акция деген бағдарлама шығарып, соның аясында қазір базар басшыларымен, жеке кәсіпкерлермен кездесу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір аудандағы сауда үйлерінде өрт тактикалық жаттығу, үгіт-насихат, түсіндіру жұмыстары, ұсыныстар беріліп, енді қазақта айтады ғой, сақтансаң сақтарым дейді ғой. Сол қауіпсіздік шаралары алдын алайық. Сондай жағдай ауданымызда болмасын. Сол мақсатта енді қазір барлығына да ұсыныс таратылып беріледі. Оның ішінде де электр желілері қатаң бақылауға алыну керек, өрт сөндіргіш құралдарын пайдалану тәртібін үйрету керек іштегі қызметкерлерге. Одан сонымен қатар іштегі өрт дабыл қондырғысы бар, оның да күтімін қадағалап отыру керек. Акция аясында Қазалаудан төтенше жағдайлар қызметінің инспекторы Шапағат Ермекбаев тілсіз жаудың алдын алу мақсатында атқарылып жатқан жұмыстарын баяндады. Сонымен қатар аудандағы сауда орталықтарына арнайы бақылау жасап, алдын алу шараларын түсіндірді. Қазіргі таңда ауданымызда қауіпсіз сауда акциясы өткізілуде. Бұл акцияның негізгі мақсаты сауда нысандарында, сауда ғимараттарында өрт қауіпсіздігі мен төтенше жағдайларды алдын алу болдырмау мақсатында жүргізілуде. Сонымен қатар қазіргі сауда нысандарында жүргізіліп жатқан электр сымдарының дұрыс жүргізілуіне және де оны жанбайтын негізде жүргізілуіне қадағалау керек. Осы уақытқа дейін ұдайы жүргізілген ескерту шараларының өткеніне қарамастан, жыл басынан облыс аумағында 15 өрт оқиғасы тіркеліп, болған оқиға салдарынан 22 миллион 700 мың теңге шығын келген. Осыған байланысты жекеменшік объектілерде өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау үшін алғашқы іс-шараларды орындау қажет екені ескертілді. Назым Қараева, Ақжол Нұрғали, Серік ТВ телеарнасы.